Финбридж халықаралық мектебінде жас педагогтер мен мұғалімдердің кәсіби дамуына бағытталған танымдық кездесу ұйымдастырылды. Бұл шараға шебер зерттеуші және сарапшы мұғалімдер қатысып тәжірибелерімен бөлісті. Педагогтер екі топқа бөлініп, өздеріне берілген тақырыптар бойынша тыңдаушыларға жан-жақта мазмұнды ақпарат ұсынды. Алғашқы топтан Назгүл Жайлаубек қызы Зерде республикалық ғылыми жобасы туралы толыққанды ақпарат берді. Ол аталмыш жобаның мақсаты, құрылымы, іріктеу кезеңдері, бағалау критерийлері мен қатысу талаптары жайында егжей-тегжейлі айтып, жас мамандарға бағыт-бағдар көрсетті. Екінші топ жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурстары туралы мағлұмат ұсынды. Атап айтқанда, жобалардың өткізілу тәртібі, мақсаттары, қойылатын талаптар, жазылу жолдары мен рәсімдеу ережелері кеңінен таныстырылды. Сонымен қатар сәтті жоба жазу үшін қажетті әдістемелік кеңестер мен тәжірибелер де ұсынылды. Кездесу барысында қатысушылар өздерінің қызықтырған сұрақтарын қойып, нақты жауаптар алды. Бұл іс-шара жас мамандар үшін үлкен тәжірибе алаңы болды. Ғылыми жобалармен айналысу шығармашылықты дамыту мен кәсіби өсудің тиімді жолы екенін атап өткен жөн. Мұндай басқосулар Финбридж мектебінің педагогтер қауымын қолдап, білім сапасын арттырудағы нақты қадамдарының бірі болып табылады.